Қайырлы күн, 8 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы 20 ғасырдың бірінші жартысында ғылым қалай дамыды деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге 20 ғасырдың бірінші жартысында ғылым мен техниканың дамуындағы негізгі өзгерістерді анықтаймыз, және олардың елдердің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы рөліне баға беретін боламыз. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың бірінші жартысында ғылымда көптеген жаңалықтар ашылды. Ең маңызды жаңалықтар физика саласына тиесілі еді. Планк дененің температурасы мен оның сәулеленуі арасындағы байланысты зерттеп, 1900 жылы энергияның үздіксіз емес белгілі бір кванттар деп аталатын бөліктермен шығарылатынын және жұтылатынын анықтады. Осылайша кванттық механика пайда болды. Эйнштейн 1905 жылы арнаулы салыстырмалылық теориясын ұсынды. Ал бұл теория көпшілікке ғалам туралы қалыптасқан түсініктерді қайтадан қарауға мәжбүр етті. Эйнштейн барлық объектілердің қозғалыста немесе тыныштықта болуын басқа объектілеріне қатысты салыстыра отырып түсіндірді. 1915 жылы ол салыстырмалылық теориясын жасады. Оған сәйкес жарық жылдамдығына жуық жылдамдықпен қозғалатын барлық денелер үдеу мен гравитацияның әсеріне ұшырайтыны анықталды. Бұл жаңалықтардың нәтижесінде Ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңы өзгерістер мен толықтыруларға ұшырады. Резерфорд 1911 жылы атомның жаңа моделін ұсынды. Альфа бөлшектерді газдар арқылы өткізу тәжірибелерінде атомда оң зарядталған бөлшектермен бірге теріс зарядталған бөлшектер де бар екені анықталды. Осылайша Резерфордтың тәжірибелері Томсонның зерттеулеріне түзетулер енгізді. Оның моделі бойынша атомның ортасында оң зарядталған ядро орналасып, ал оның айналасында теріс зарядталған электрондардың айналып жүретіні бекітілді. 1928 жылы британдық бактериолог Флеминг пенициллинді ашты. Ол әлемдегі алғашқы антибиотикті зең саңыраулақтарынан бөліп алды. Алайда антибиотиктерді жаппай өндіру тек екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жүзеге асырылды. Ғылымдағы өзгерістер техника мен технологияны айналып өтпеді. 19 ғасырдың соңында дизель жану тиімділігі жоғары іштен жану қозғалтқышын ойлап тапты. 1906 жылы бұл қозғалтқыштар ақш-тағы алғашқы тракторларға орнатылды. 1907 жылдан бастап тракторлар ауыл шаруашылығында қолданыла бастады. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде олар жаппай өндіріске енгізілді. Автокөлік өндірісі айтарлықтай жаңалық әкелмегенімен өндіріс көлемі ұлғайды. Бұл конвейерлік әдіспен жаппай өндірісті енгізудің арқасында мүмкін болды. 1914 жылы Фордтың зауыттарында бір автокөлікті жинауға небәрі 1,5 сағат уақыт жұмсалды. Электротехникалық өнеркәсіп қарқынды дами бастады. 1904 жылы ағылшын ғалымы Флеминг екі электродты лампаны ойлап тапты. Ал 1907 жылы америкалық инженер Ли де Форест 3 электродты лампаны жасады. Бұл өнертабыстар электр тербелістерінің жиілігін күшейтуге және айнымалы токты тұрақты токқа айналдыруға мүмкіндік берді. Жаңа технологиялық жетістіктердің бірі бензин өндірудің жаңа әдісі крекинг процесі еді. Менделеев бұл процестің теориялық негіздерін әзірледі. Ал 1916 жылы ақш-та ол өнеркәсіптік өндіріске енгізілді. 20 ғасырдың бірінші жартысындағы ең ірі оқиғалардың бірі авиацияның дамуы еді. 1903 жылы ағайынды Райттар өздерінің Flyer 1 бипланымен жоғары көтеріліп, адамның әуені бағындыра алатынын дәлелдеді. Бастапқыда ұшақ спорттық мақсатта қолданылғанымен, бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде пулементтер орнатылды. Олардың жылдамдығы сағатына 220 шақырымға дейін жетті. Кейіннен ұшақтар жолаушылар мен жүктерді тасымалдау үшін пайдаланыла бастады. 1901 жылы Маркони Атланты мұхиты арқылы алғашқы сымсыз хабарламаны жіберді. 1935 жылы Уотт радарды ойлап тапты. Оны Ұлыбританияда жаппай өндіріске енгізді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде радарлар көптеген елдердің әуе қорғаныс жүйесінде қолданылды.
1928 жылы америкалық өнертапқыш Франс Уорд қозғалыстағы кескіндерді бере алатын әлемдегі алғашқы электрондық теледидар жүйесін жасады. Осы кезден бастап тұрақты телехабар тарату басталды. Ғылым мен техниканың қарқынды дамуы күнделікті өмірге айтарлықтай өзгерістер енгізді. Өндірістің индустриялануының нәтижесінде тұрғындар қалаларға қоныс аудара бастады. Көлік түрлерінің дамуы мен темір жолдардың салынуы халықаралық миграциялық процестердің күшеюіне ықпал етті. ақш, Латын Америкасы, шығыс және оңтүстік Еуропаға қоныс аударушылар саны артты. Білім беру жүйесінде де өзгерістер орын алды. Бастауыш білімнің орнына міндетті орта білім енгізілді. Кәсіптік оқу орындары қарқынды дами бастады. Екінші ғылыми-техникалық революцияның өнеркәсіптік революциядан айырмашылығы қоғамның әлеуметтік құрылымын өзгерткен жоқ, бірақ техника мен технологияның дамуына ықпал етті. Бұл өзгерістер капиталистік қоғамда еркін бәсекелестіктен монополиялардың құрылуына алып келді. Мысалы, 20 ғасырдың басында америкалық General Electric және немістің IAG компаниялары ақш, Канада және бірқатар еуропалық елдерде нарықты бөлісу туралы келісім жасасты. Жаппай өндірістің және тұтынудың өсуіне байланысты элиталық мәдениетпен қатар бұқаралық мәдениет пайда болды. Кино және жарнама кең таралып, фильмдер бос уақытты тиімді өткізетін сипатқа ие бола бастады. Ірі қалаларда автомобильдер, автобустар мен трамвайлардың саны артып, метролар іске қосылды. Көшелер мен үйлердегі қарапайым керосин лампаларының орнын электрлі лампалар алмастырды. Ауқатты адамдар тұратын аудандарда жедел сатылар мен телефондар орнатылды. Қала халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мен денсаулық сақтау саласында өркенді өзгерістер байқалды. Жаңа ғылыми ашылулардың бірі жаппай қырып жою қаруының дамуы болды. Атом бомбасы алғаш рет Америка құрама штаттарында сынақтан өткізілді. Екінші дүниежүзілік соғыстың соңында Хиросима мен Нагасакиге атом бомбасы тасталды. 1949 жылы атом бомбасы Кеңестер одағында да сыналды. Осылайша әлемде ядролық қаруы бар екі держава пайда болды. Тапсырма. Екінші ғылыми-техникалық революция тақырыпшасы бойынша алған білімімізді бекіту үшін төмендегі кестені толтырайық. Тапсырма. Адамдардың өмір сүру жағдайы мен өмір салтындағы өзгерістер тақырыпшасы бойынша алған білімімізді бекіту үшін екі топқа бөлініп, төмендегі кестені толтырайық. Үйге тапсырма. 20 ғасырдың бірінші жартысындағы ғылымның дамуына свод талдау жасап келіңіздер.